Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай оңай үйде бар заттардан көкөністерден запеканка жасайтын боламыз. Осындай жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Осы рецептпен сіздермен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Бізге керегі бір пияз. Осылай ортасынан бөліп алып, жұқалап турап шығатын боламыз. Мейлінше жұқа етіп тураңыздар. Енді орташа сәбіз керек болады. Орташа көлемде оны осындай үккіштен өткізіп аламыз. Сәбізді пияздың үстіне салып аламыз. Енді бізге керегі орташа көлемдіктегі картоп, 2 орташа немесе 3 кішкентай картоп болады. Ол картопты да осылай үккіштен өткізіп аламыз. Картопты да сәбіз бен пияздардың қасына салатын боламыз. Ендігі турайтынымыз капуста тураймыз, яғни 40 қабат. Оны пышақтың көмегімен осылай жіңішкелей етіп, қысқалау етіп турайтын боламыз. Қаншалықты көкөністердің салғанымды видеоның астында описанияда қалдыратын боламын. Мінекей 40 қабатты толықтай турап, осы көкөністердің үстіне салатын боламыз. Мінекей көкөністерімізді турап болдық. Дәмдеуіштер салатын боламыз. Мен қара бұрыш салдым және тұз салдым. Егерде сіздерге басқа да дәмдеуіштер ұнаса, соларды қоссаңыздар болады. Жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Толықтай бір-бірімен араласу керек. Жақсылап араластырып шетке қоя тұрамыз. Соңынан осындай мен болгар бұрышын турап салатын боламын. Менде бұл мұздатылған болғандықтан ең соңынан салатын боламын. Ал егерде сіздерде балғын түрі болатын болса, бірден көкөністер тураған кезде турап араластырсаңыз болады. Мінекей ұсақ етіп турап, көкөністерімізге қосып араластыратын боламыз. Құрметті көрермен, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, каналымды қолдап, лайктарыңызды, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Не болгар бұрышын ұсақтап турап алғаннан кейін, көкөністерімізге қосып, барлығын бірге араластыратын боламыз. Енді бізге 4 жұмыртқа қажет. 4 жұмыртқаға 5 үлкен ас қасықпен сүт құямыз. Және толтырмай 5 ас қасық ұн салатын боламыз. Осының үстіне тұз саламыз.
Енді осыны жақсылап араластыратын боламыз. Сіздерге запеканканың майлы болғаны қажет болса, онда кішкене сұйық майдан құйсаңыздар болады. Көкөніске немесе осы сұйықтық массаға. Мен сұйық май қоспадым. Осыны енді жақсылап араластыратын боламыз. Қолмен немесе миксердің көмегімен біркелкі етіп, ұнның түйіршіктері қалмайтындай етіп араластыруымыз керек. Мінекей осындай толықтай араластырған массамызды енді осы турап дайындап алған көкөністерімізге құятын боламыз. Толықтай құйғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Осы уақытта духовкаларыңызды 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Мінекей толықтай араласты. Енді духовкамыздың табасына осындай пергамент қағазын төсеп, осы қағаздың үстіне көкөністерден жасалған салмамызды салатын боламыз. Және тегіс етіп, осылай қасығымызбен жайып тегістеп шығамыз, кішкене басыңқырап үстін. Көкөністерді тұздағаннан кейін кішкене суы шығуы мүмкін. Ол суын төкпеңіздер. Суын төгіп тастасаңыздар, запеканкамыз құрғақ болып шығып қалады. Сондықтан ешқандай да суын төкпейсіздер. Осы запеканкамызды 180 градуста 40-45 минутта пісіріп аламыз. Және пісуге 5 минут қалған кезде духовкадан алып, күштен өткізілген ірімшігімізді бетіне сеуіп шығатын боламыз. Мінекей 40 минуттан кейін запеканкамызды духовкадан алып, осылай бетіне ірімшікті сеуіп шығып, тағы да 5 минутқа ұстайтын боламыз. Ірімшік міндетті емес, егерде салатын болсаңыздар, қосымша дәмдірек болып шығады. Мінекей түскі асқа өте жеңіл әрі оңай дайындалатын тағамыз дайын. Өте керемет болып дәмді шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Жұлдыз. Видеоның соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.